Да. Алло. Алло. Бауыржан, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Это тойымда тұрады да? Ага. Менің есімім Сәбит болады. Это я сынок мой женится. Қашан? Қайерде? 15 этот сентябрь 15 там этот Тарасполе будет. Я не хочу, чтобы күнделікті вот той да вот. Вот ерекше болсын, чтобы. Вот мен жақында вот Италияға барып келдім, бір досымның баласы үйленді, олар 2 жасты вот зебрамен шығарды да. Зебрамен отырғызып шығарды. А вот в том, что прикол там, это зебра шыққан кезде тышады да, вот как етеді. Ондай бізде зебра анау деген жоқ қой енді. Да, вот именно это позорно. Я хочу, чтобы это таразамен естідім, что пони бар, ана аттың кішкентайы да вот. Бар, аха. Да, вот сонымен мен баламен вот келдім, чтобы жар там это понимен шығып келатса. Да, пони. Бұйқа кіргізе ме екен? Так, этот Бауыржан, мен саған алдын ала айтып қояйын, деньги не проблема. Давай решаем, а? Давай вот мен телефонмен әңгімені басын шешіп, мен саған бір там этот 500 или 400 мың теңге давай задат misal лақтырам қазір с карточкамен. И потом жолығайық, а то мен қазір тірліктермен, мен просто әңгіменің басын шешіп қою керек та маған, чтобы. Енді мысал, мысал керек сізде. Маған айтыңыз конкретно, мен ертең мысал кірсем да барлық вопрос мен шешіп тастаймын одан. Не керек, маған айтыңыз, міне нандай деген сияқты. Так, Бауыржан, тыңдай енді сен. Вот мен ойлап отырмын, менің қыз, вот баламен келінім понимен шығады. И этот, самое главное, понида памперс болсын. Ты понимаешь? А это, блядь, пони шығады, блядь. Тыршып қойса, этот, позорно же, кудалар там будет сидеть. Конечно, анаяқтар, ресторанда ол кіргізе ма, ол бір құдай біледі оны. Кіргізеді, қайда барады кіргізбей. Я айтып отырмын ғой, мен кіргізеді оны. Сол вопросты енді мен мысал пониға ертең барып жолығам, ресторанға барып шешем соны, осындай. Ол жаңағы ана-мынау істейтіндерін бәрін істейміз, ол жаңағы памперс, андай деген сияқты. И этот Бауыржан, этот Тарасқолды алды мен, Тарасқол. Мен вот екі тоқалқам мен, блядь, это как это? Қазақша тоқалқа будет, да? Солармен сөйлесім, блядь, нафиг нужен, да? Вот 100 адам, вот 80-90 адам. Зачем? Ойлап отырмын, 15 адам хватит, а чё? 15 адам? Да, хватит, а чё? Давай жақындар шақырам, там тойла, закрыты там. Но камера не надо, камера не будет, закрываю. Этот... Қалай айтады? 15 адам той бола ма, сонда? Да, 15 адам. А? Да. В большом зале, большом. Ондай, болмайды ондай. Сен маған сенбей деп отқан шығарсың енді, этот, как этот 15 адам? Давай лучше мен саған қазір карточкаңды айт маған номер. Мен саған бір 400-500 мың теңге лақтырып қояйын пока. Это зададық дейді ғой. Жоқ, ондай болмайды ғой, оны кеңсу керек қой, как болына офиске келіп, анау тудым деген әңгіме болмайды ғой. Этот, сендерде не бар ма андай стриптиз билейтін еркектер? Түсінбедім. Стриптиз бар ғой, вот, это, трубамен билейтін. Ондайлар жоқ. Чтобы көкірегінде жүні бар, да, вот, еркектер болады ғой. Әңгіме дейсің ғой. Как тебе? Возбуждает, да, тебя? Да, вот такие. Возбуждает. Әңгіме бересіге. И чтобы, блядь, все кудалар дрочили. Алло. И я думаю, да, вот тойбастарға что, блядь, носки, да, подарить етеміз. Вот тобықта келет носки шығып жатыр, қазір көрінбейді, да, вот, да, Бақытжан, да? Ой, че, неме үшін Бақытжан? Все, Бақытжан, той отказ, короче, да.